Ассалаумағалейкум ағайын. Биылғы мынау 2020 жылдың 100 семьяға таратып отқан азық түлігіміз өзінің мәресіне жетіп отыр. Өздеріңізге белгілі, біз осымен 2-ші жыл қатарынан әр жыл сайын 12 ай бойы мұқтаж отбасыларға азық түлікпен қамтамасыз етіп отырмыз. Салиқалы ұрпақ қорына үлкен көп рахметімді айтамын. Осы азық түліктен кішкене эконом жасап, өз жерімізге фундамент құйып, биыл кішкене құрылыс материалдарын алып дайындап қойдық. Құдай қаласа сол көктемде үйімізді саламыз деп жоспарлап отырық. Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының осындай бізге осы Шоңғыр медресе колледжіне жасап жатқан ерен еңбектерін Алла Тағала қабылдыққа жазсын. Алла разы болсын. Бізге осы көмектескен Салиқалы ұрпаққа рахмет үлкен. Көктемнен бері алғашқы карантиннен бастап алып жатырмыз. Көмекті жарты жыл болды. Сіздерге Алла берекесін берсін. Мен метрода сонда картошка алып жүрген, морковка, картошка сатып алса, алмаңыз, біз әкеп береміз қазір деп қуанып қалдым, үйге жүгірдім. Мен өзім қарап тұрса продуктыға өзім нетіп қалдым. Шын айтсам, қуанып қалдым енді. Өзім сенген жоқпын. Мен бірдеңке нетсем, мен сенбей, бірім алайын ба, алмайын ба деп бүйтіп тұрамын. Өзім өмірімде маған ешкім ондай не жасап көрген жоқ. Үйге кірдім де кішкене жылап алдым. Мен не істеймін енді? Содан осындай көмек бергеніне. Салиқа ұрпақтың арқасында мен баспана болдым. Оларға көп рахмет. Мен өте ризамын. Құдай қаласа 2021 жылы тағы да біз осылай 100 отбасыға, 600-700 адамнан тұратын осы отбасыларға тағы да арғай көмегімізді жалғастырамыз.